Ахметтер Қазақстанда қара тізімде жатқан кезде, мысалы, Түркияда 1954 жылы Түркістанда халықшылдық вә түркшілдік деген кітап шыққан. Сол кезде Ахметтерді, Бағжандарды, Чолпан деген кісілер болған, өзбек. Сол кісілерді солар өте жоғары деңгейде кітап жазып шығарса, 1967 жылы Қазақстанда Ахмет деп айтуға болмайтын кездерде Колумбия университетінде Ахмет туралы кітаптар, Ахметтердің деректері Сталин замандағы Орталық Азия деген кітапта, ағылшын тілінде шыққан кітап, Ахметтер сол жақта. Демек, қараңызшы, мына жақта жолды жапқанымен, мына жақта Ахмет туралы зерттеліп, неге қызығушылық тудырады мысалы? Неге сонша қызығушылық тудырады? Себебі Ахметте қазаққа ғана, алашқа дегеніміз, бұл жерде алаш дегеніміз жалпы туыстас түркі жұрттарына түгел келетін сөз. Алаш жұртына, туыстас түркі жұрттарына ғана емес, адамзаттық деңгейдегі теория бар оның ішінде. Құнарын алады. Адамзаттық деңгейде Абайдан қалай оқырман нәр алса, Ахметтен де кез келген ізденіп жүрген, зерттеп жүрген жас, ол мейлі француз болсын, мейлі орыс болсын, мейлі кәріс болсын, мейлі жапон болсын, ол Ахметтен оларын алатын болғандықтан зерттейді әйтпесе, ондайға басқа бір халық уақытын күшін сұрап қылып қызығушылық танытпайтын еді.